Ол Роза Мақпалмен бірге тұрады. Әзірге бір әйелі, бір баласы бар. Ата қуғандар Астанада жүрсе, ол шалғайда 20 жылда 200-ге жуық ән жаздыртты. Кім деп таңғалған боларсыздар. Жұмбақтың шешуі Өмірқұл Айниязов. Өмірқұл, қош келдіңіз студиямызға. Қош көрдік, өте рахмет. Сіз жоғалып кетіп жылдар бойы қайта пайда болған жұлдызсыз біздің шоу-бизнесте. Жылдар бойы қайда жүрдіңіз? Алматының өз басында жүргендей болмайды екен. Мен осы 2013 жылдары түбегейлі қайтадан Алматыға көшіп келдім. Жоспарымды айтып кете берейін. Республика сарайын қазір бетке алып сол жерге үлкен концерт қойсақ деген ойымыз бар. Бұйырса. Қымбат емес пе? Ол жағында үкімет қазір менің шығындарымды есептеп жатыр. Мүмкін қаралып жатса үлкен концертте жолығуымыз мүмкін. Спонсор ағалар бар ма? Ол кім төлейді ол концертті? Енді мен спонсорларды көп ұстамаймын. Негізінен осы үкімет әкімшілікмен жағымен маған жақсы көмектеседі. Жалпы сахналық костюмдерінің барлығында қарайды. Жалпы біздің филармония, облыс әкімшілігі біздің киімдеріміздің барлығы мұқият қарап отырады. Сонда сізді Өмірқұл айтуға бола ма? Шенді шенеуніктердің сүйікті әншісі деп? Жоқ, олай концертіңізге көмектесіп жатса, киімдеріңізді тігіп беріп жатса. Жалпы мен өзім біздің қазақ эстрадасы үкіметті жақтыра бермейді. Бізден үкіметтен көмек жоқ, үкіметтен анау жоқ, үкіметтен мынау жоқ деген әңгімелерді көп айтады. Мен олай айта алмаймын. Айтуға мен ұяламын. Біріншіден Талдықорғанда маған 2 бөлмелі пәтерді де берді үкімет. Жаңа концертімді де жасап берді. 2006-2007 жылдар мен елім деген бейнебаянында $8,000 сол кезде ол біздің Қазақстандағы ең жоғарғы қымбат бейнебаяндардың біреуі болды. Оны да маған үкімет төлеп берді. Енді бастықтардың әншісі деп айтуға келеме келмеймін, бірақ дегенмен де мен облыстағы филармонияның белді және олар маған арқаттатын, мені алдыға қоятын белсенді әншілердің бірі деп айтуға болады. Үйдегі Өмірқұл мен өнердегі сахнадағы Өмірқұлдың айырмасы неде? Мен оны енді өзімде елестетіп көрем. Шынымен де жүріс-тұрысымызда, кішкене сөзімізде, кішкене мүмкін салмағымызда да кейбір кезде өзгешеліктер болуы мүмкін. Өйткені әртістік орта, жалпы әртістермен әңгімелесу, қалжыңдасу, кішкене ол өзгешелеу болуы мүмкін. Мен кейбір кезде өзімді қалжыңдап айтамын. Мен келіншегім, мысалы үшін мен әртістердің ортасындағы әңгімелерімізді, мысалы үшін қалжыңдарымызды естісем, мүмкін шошып кетуі де мүмкін. Айлық табысыңыз қанша Өмірқұл? Үйдегі әйеліңізге қанша қаражат алып келесіз? Үкіметтік жұмыс бар, той бар. Үкіметте біз 60 мың теңге аламыз. Ал тойдағы енді ол тұрақсыз. Бір айда мүмкін $10,000 табу мүмкін $5,000 табу мүмкін, қыста мүмкін $1000 табу мүмкін деген сияқты. Әртүрлі. Той бизнестің, шоу бизнестің табыстары әртүрлі. Барлығында сондай деп ойлаймын. Концерттерінде де солай болады. Кейбір кезде ол жалға айтатын кездеріміз болады. Жаңағы айтқандай миллион, 1,5 миллион, 2 миллионға дейін кейбір кезде үлкен концерттеріміз болса. Кейбір кезде тек қана өзіміздің шығынымызды ғана өтеп келетін кездер болады. Сондықтан бұл шоу-бизнестегі ақшаларды тұрақты айтуға келмейді. Тұрақты айлық 60 мың теңге. 60 мың теңге. Өмірқұл, сіз өзіңізді сұранысқа ие әртіс деп есептейсіз бе? Сіздің тыңдармандарыңыз кімдер? Енді жалпы есептеген кезде мен өзімді жалпы халық жақсы көретін әншілердің тізіміне жатқызамын. Өйткені оны мен дәлелдеп те айтып бере аламын. Мысалы үшін қазір Instagram деген әлеуметтік желіде қарап отырсаңыз, бір Қазақстандағы бір 20-30 әртіс біресе ана қалаға, біресе мына қалаға ұшып жүреді. Соның арасында мен де кейбір кезде өзімнің ұшып жүретін кездерімді есептеп жүремін.
Сіздің әріптестеріңіздің бәрі соңғы кезде коттедж салып жатыр ғой, бір-бірімен жарысып. Өмірқұлай Ниязов та салатын шығар. Бұйырса, оны салу негізі ойда да бар. Екі пәтердің біреуін сатсақ, оны салып тастауға болады негізінен. Жалпы енді мен қазір сыймай жатқан жоқпын. Бір ұл, бір келіншегім бар. Сосын әзірше енді оның қатты керекшілігі болып жатқан жоқ. Бұйырса, басымыз көбейіп, үйде жан көбейіп жатса саламыз. Онда тұрған ештеңе жоқ. Тойға барасыздар, әртістер. Тойдан кейін қылмыңдаған келіншектермен гәккул еткен кездер болды ма? Оны қалай айтуға болады? Бізде жас болдық дей ма? Бізде мас болдық деген сияқты. Шынымен де мен ішпеймін, мен бүйтпеймін деп періште болғым келмейді. Әрине, біз жас болған кездер, менің ең қызық уақыттарым, жаңағы айтып отқан Талдықорғанда менің қайран 25-терім, сол жақта қылшылдап тұрған отыздар, мысал үшін. Сол Талдықорғанда өткен кездерде көп гәккулер болды. Ұзақ гәккулер болды, таңертең келетін гәккулер, концерт ортасында гәккулер әртүрлісі болды енді. Енді қазір кішкене ақыл тоқтаттық десек те бола ма, әлде енді әлі 40-қа келген жоқпыз. Дегенмен де қазірде енді қартайып үйде отырған жоқпыз. Арасында гәккулер болады. Бірақ бұрынғыдай емес, қазір енді есейген. Оның үстіне қазір заман да басқашалау. Біз қазір танымал артистер болғаннан кейін бір жерге барғасын түрімізге де қарайды, үстімізден шығып тұрған еске де қарайды. Соның барлығына барынша ұқыпты қарауға тырысамыз. Әрине, өзіміздің жақын достарымызбен сыр шертетін кездерде болып тұрады деуге болады. Жанұя болғасын неше түрлі жағдайлар болады. Келіншегіңізді қатты ренжіткен кездер болды ма? Қазір ренжітсеңіз кешірім сұрауға мүмкіндік бар сізде. Енді жаңағы айтқандай, тағы да бір қатты мақтанып, менің үйім тек қана сұмдық болып тұрады десе, тағы да енді ол да жарасқырамайды адам болғаннан кейін. Әрине, ренжітетін кездер болған шығар, жаңа айтқандай, жас болған кездер, кішкене мас болған кездер. Бірақ дегенмен де қатты бір жүрегіне алатындай, бір ажырасуға дейін баратындай, ондай бір қатты не жасаған жоқпын деп ойлаймын. Енді кішігірім, ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды деген сияқты нәрселер болған шығар деп ойлаймын. Кешірім сұрауға дайынсыз ба келіншегіңізден? Енді ондай қатты жасаған жоқпын. Әрине, қатты кеткен кездеріміз болса, кешір деп, оны үйде де жалпы кешірім сұрауға болады. Мен білуімше, құлагердегі үйіңізде балық ұстайды екенсіз. Бірін Роза, бірін Мақпал деп атапсыз. Сол сахнадағы кардиналдардан қорқасыз ба, сескенесіз бе? Кездескен кезде ма? Иә. Бірдеңе деп айтып қалар деп. Енді ондайлар болған. Біз мысалы үшін ең бірінші қойған кезде жігіттер Нағима апайымызға айтты: сіз қарсы емессіз ба, сіздің атыңызды осындай балықтарға қойыпты деп еді. Ол кезде ол кісі тарқылдап күлді. Ой, ондай алтын балықтарға қойып жатса, онда тұрған ештеңе жоқ. Ең бастысы қойларға қойып жүрмесін деп. Бұны енді орысша айтты ол кісі. Соған қараған кезде енді біз Нағимадан қорыққан жоқпыз. Мақпал апайымыз да ренжімейді деп ойлаймын. Оның үстіне бұл балық деген өте керемет. Оның үстіне алтын балықтар болғаннан кейін оны ондай аттар қойғанға меніңше ренжімейді деп ойлаймын. Енді алтын балықты көп адамдар жақсы көреді ғой. Қазақстан эстрадасына жаңа серпін берген Батырхан Шүкеновті де ажал аямады. Ортамыздан жұлып кетті. Жалпы өлімнен қорқасыз ба сіз? Әрине, кез келген адам өлімнен қорқады. Өлімнен қорқу, ол Құдайдан қорқу. Өлімді ойлайсың. Өлгеннен кейін адам Құдайды ойлайды, ар жағында не болатынын. Мен әрқашан ойлаймын. Уақыт өтіп келе жатқан сайын мүлдем көп ойлайтын болдық. Оның үстіне қазір біз
діндар дейміз ба, мысалы үшін жастардың көбі дінге бет бұрып жатқан кез. Оның үстіне осы қалада меніңше көп сияқты. Интернетті ашсақ та адамдардың барлығы сондай сөздер, діни әңгімелер көп айтады. Соның барлығы адамға келіп естіген кезде, білген кезде әрине барлығын күнде ойлайтын боламыз. Дегенмен де енді өлімнен ешкім қашып құтылмайды ғой. Десек те жақсы болып жүруді, ақ жүруді, таза жүруді, оның ішінде адамдарды алдамау, өтірік айтпау деген сияқты қарапайым қағидаларды ұстап жүрсек, Алла кешіреді деп ойлаймыз. Өмірқұл, сіз қатты ұялған кезіңіз болды ма? Әртүрлі нәрселер болады ғой енді. Неден ұялдым деуге болады? Қатты ұялғанын білмеймін, мен есімде жоқ. Болды ғой, бірақ ондай жағдайлар. Енді адам болғаннан кейін болады ғой. Кез келген жерде болады. Студент кездерде болады. Әртүрлі нәрселер болған шығар. Өмір атты өнер мектебін ашыпсыз. Жастарды жинап, тәлім-тәрбие бермекшісіз. Сіз не үйретесіз жастарға? Қорыңыз жеткілікті ме бүгінде? Жаңағы айтқандай, не үйретесіз деген кезде менің форматыма қарай ыңғайласақ деген ойымыз бар. Ол не? Ол дәстүрлі әнді жақсы білу, домбырада еркін ойнау, домбырамен өзін еркін сүйемелдеу, және кәдімгі біздің дәстүрлі терме халық әндерін еркін айту. 200-ге жуық ән бар сізде, бірақ неге соның 5-6-ауы ғана хит болды, неге 5-6-ауын ғана халық біледі? Ол мынандай нәрсе, мысалы үшін дәстүрлі әнде ән айтқан ағаларымыздың өзі, мысалы үшін Қайрат Байбосынов репертуарында 300-400 ән болса да, ол әр сахнаға шыққан сайын ағашаяқты айта береді. Сол сияқты әркімнің өзінің әндері болады. Мысалы Сәуле Жанпейісова аз ән білмейді, 200, 300, 400 ән білетін шығар. Ол кісі де айнам көзді айтады деген сияқты. Сіздің ақ жайнағыңыз сияқты. Сол сияқты, енді ол эстрада бөлек. Дәстүрлі әнде, мысалы үшін біздер 4 жыл оқыған кезде сол 200-300 әндердің барлығын айтып шығамыз. Енді оның барлығы, мен күнде сахнаға барлығын айтам деген сөз емес, оның барлығы біздің миымызда әуені болсын, кез келген уақытта оның барлығын орындауға сөзі болсын, барлығын білеміз деген сөз. Сондықтан біз өзімізге керек термелерді ғана сахнаға алып шығамыз. Ал эстрада жағына келген кезде, эстрадада мен мысалы үшін 70-ге тарта, мысалы үшін осы уақытқа дейін біз есептеген кезімізде эстрадалық әндер бар, дәстүрлі әндер бар, 70-ге тарта әндерді өңдегенбіз, бірақ соның ішінде тең жартысы, 30-дан асасы осы терме, халық әндері, сол әндерді өңдеп шығардық. Жаңа өзің айтқандағыдай, халыққа жол тартатыны сол 30-40 әннен 10 шақты ән шықса, ол үлкен дәреже деп айтуға болады. Мен мысалы үшін қазір халыққа ең кеңінен таналған терме әндерді ғана санап шықса, Ақтан Керей, Оңғар жыраудың термесі, Тұрмағанбеттің термесі, Жиенбай жыраудың Қыздар-ай, Дұрдараз, Ақжайнақ, Сәулем-ай сияқты осындай әндер жаңа өңдеуде жақсы халыққа жол тартты деуге болады. Сапалы, қазақтың сахнасына да, қазақтың тойына да жақсы жарап тұрған дүниелер. Сондықтан меніңше жаман көрсеткіш емес. Негізі бір әншіде 10 шақты әнмен таныса, ол үлкен жетістік деп айтуға болатын шығар. Кейде Өмірқұл, сіз адайдың ақтаны деп әндетесіз. Адайлар өзі қызуғанды болады, мақтанғанды және мақтаған адамнан ақша аямайды дейді. Бұл адайларға деген сый құрмет па, әлде адайға қандай қатысыңыз бар сіздің? Адайлардан әлде ақша алып жүрсіз ба дейсіз? Иә. Мені көбісі Ақтан Керейдің термесі, жаңа сіз айтып отқан жол, адайдың 5 жүйрігі, 5 жүйрігінің бірі осы адай Ақтан Керейұлы. Мен адайдың ақтан деп жырлайды. Мен өзім Қызылордалықпын. Мені бірақ көбісі ақтаулық, батыстікі деп ойлады. Көбісі оралман деп ойлады. Енді соңғы уақыттағы біз сахнаға көтерілген кезде
Мен Талдықорғанда көп жылдар тұрғаннан кейін көбісі жетістік деп ойлаймын. Адайларға оралайықшы. Иә, Қарым қатынас қалай? Жалпы Адайдың осы Ақтангерейдің термесі мен жалпы осы өнердегі ортаға өте бір кәсіби деңгейде көрсетті. Ал мен Адайларға ешқандай қатысым жоқ. Сіз батысқа барған кезде Адайлар төріне шығарып, бір сый құрмет көрсететін шығар, бір сыйлықтар сыйлады ма Адайлар? Осы ән үшін саған рахмет деп. Енді барлығы ондай жаңағы көлік мінгізіп, жаңағы ұялып берген ешқайсысы жоқ. Дегенмен де өз бағаларын беріп жатады. Жақсы, кейбіреулер қалжыңдап айтып жатады. Осы Адайлар саған осы Ақтангерейді шығарғаның үшін бір көлік мінгізетін жөндері бар деп айтып қалжыңдап айтатындары бар. Мен де қалжыңдап жатамын, енді мінгізіп жатсаңдар отказ бермеспіз деп. Дегенмен де Адайлар осы термемен мені тойларына шақырып, төрлеріне отырғызып, шапан жапқанның өзі жетеді деп ойлаймын. Эстрадада жүріп, танымал болып, танымалдылықтың арқасында қыруар қаражат тауып, екінші әйел алып жатқан азаматтар бар. Атын атап түсін түстемей ақ қойып. Сіздің қанша әйеліңіз бар және екінші әйел алатын жоспар бар ма? Керемет сұрақ. Менің бір әйелім, мана айттым, бір ұлым бар. Мен бір сұхбатта да айтқам, менің қазір екінші әйел алатын ойым жоқ. Бірақ ол мен алмайды деген сөз емес. Мүмкін мен қазір ойым сондай шығар. Мүмкін мен 40-тан асқаннан кейін 50-ге жақындағанда алғым келетін шығар. Мен оған айта алмаймын қазір. Шама жетеді ғой бастысы. Мен тек қазіргі уақытыма жауап беремін. Мен қазір екінші әйел алатын ойым жоқ. Жалпы өз семьяма мен өзім ризамын. Бірақ кейін жағдайға қарай өзгеріп кетіп жатса, мен ешкімге ренжімеймін. Қайырымдылыққа қалайсыз? Жетім жесірге көмектескен кездер болды ма? Жетім жесір енді біреуді аяғынан тұрғызып жібердім, немесе біреуге ұялып бердім деп айта алмаймын. Өйткені мен өзімізде жаңағы кедейден дейміз бе, орта шаруадан бізді өзімізді үйлендіріп, мынандай бір кесемен бір тарелканы беріп қайтарып жіберген, Алматыға жіберген. Еншілеріңізді беріп. Бір немізбен жаңағы үйленген кезде өзінің төсегі болады, жас жұбайлардың, сонымен шығарып салған, сонымен жүрміз. Жалпы енді біздің ата-аналарымыз, туыстарымыз ондай бай бізді бір көтеретін, артымыздан ақша салатындай болған жоқ. Құдайға шүкір, қазір біз әйтеуір азды-көпті көмектесуге шамамыз бар. Енді атап бәрін айта берудің қажеті жоқ шығар. Әйтеуір баласы үйленсе бір жағын көтеріп, үй салса бір жағын көтеріп, кішігірім көлік алып беріп деген сияқты. Сондай жағдайларға енді жетіп жүрген азаматтардың біреуміз. Періште емес, пендесіз. Анда-санда шынындағы шайтан судан ұрттайсыз ба? Мана айттым ғой, гәкку болғаннан кейін анда-санда болады. Енді беріліп жатып алып ішеміз деп айта алмаймыз, бірақ анда-санда ұрттап тұратынымыз бар. Сыр өнерінің қайталанбас дауыстары деген кітапқа сіздің атыңыз жазылыпты, Өмірқұл Айниязов деп. Оның ішінде Қызылордадан шыққан басқа да өнерпаздар бар. Өзіңіздің туған жеріңізге не жасай алдыңыз сіз? Қызылордалықтар мен соңғы уақыттары біліп жүр мен қызылордалық екенімді. Негізі сіз біздің Қызылорданікі екенсіз ғой деп қазір басшылары звондап үлкен іс-шараларына қатыстырып, сол арада жүрмін. Жаңа біреуі сол Адайлар секілді мүмкін ән арнайсыз болашақта. Енді мүмкін енді қолдан келгенше орындаймыз деп ойлаймын. Оның бастамасы кеше біздің ауылдасымыз, менің жерлесім Мадина Ералиеваның 60 жылдығын атап өткен кезде біз Мадина апамызға да сағындырған сырғыз деп ән шырқадық. Сол сияқты мүмкін туған жерге, елге арналған әндерді орындаймыз деп ойлаймын. Қазірдің өзінде де енді ол өнер жағынан қарасақ, Қызылорданың біраз дүниелері, Тұрмағанбеттің термесі, Оңғар жыраудың термесі, Жиенбай жыраудың Қыздар-ай әні, Ешнияз салдың Дүрдараз әні, барлығы Қызылорданың жауһар дүниелері. Соларды жаңартып, жастарға үлкен сахнада орындауымыздың өзі енді біз перзенттік парызымыз деп ойлаймын. Көгілдір экранды қоссақ, анау әнші бүйтті, анау әнші сөйтті деген алып қашпа әңгімелер көп. Сіз сондай пәксіз бе, әлде қызығушылық аз ба сізге деген?
Енді ол әртүрлі болуы мүмкін. Ол енді әншілердің форматтарына да байланысты болуы мүмкін. Мен енді кішкене салмақты әнші ретінде көрінемін. Менің репертуарымда кішкене анау мынау алып қалтышпа әңгімеге жұлқылап әр жерге кіргізе беруге келмейді. Сондықтан мүмкін менің форматым кішкене салмақтылау шығар. Сосын әр жерде де көріне бермейтін шығармыз. Сосын біздің қазір шоулар көбейіп кетті, жеңіл әңгімелер, ойындар, бірдеңкелер, сондайдың өзіне де менің жалпы табиғатым онша бармауға тырысасыз. Иә, мен бармауға тырысам. Менің көмекшілерім көп ұсыныстар береді, сол кезде көмекшілерім ұялғаннан кейбір кезде барам. Былайынша мен ондай көп икем келе бермейді, ондай ойнау, бірдеңкелер істеу деген сияқты нәрселерден өзім қысыламын, шынымды айтсам. Қиналғанда қарызды кімнен сұрайсыз? Ақшама, шын айтайын ба, мен 2005 жылға дейін қарызбен өмір сүргем. Оның ішінде де мен жаңа Талдықорғанда тұрдым. Сол кезде өзіміздің бухгалтерден ғана сұрайтын. Сосын айлық алған кезде қайтарып беретін. 2005 жылдан бастап мен ешкімнен қарыз алып көрген жоқпын. Солай боласын. Жалпы мен өзімнің есебімді, ақшамды өзімнің шамам келгенге дейін жұмсаған жақсы көремін. Мен қалтамда 1000 теңге болса, мен 500 теңгелік зат аламын. 500 теңге артымда ұстаған жақсы көремін. Біреулер 2000 теңгеге алады да қарыз болады. Қарызға ақша бересіз бе? Мен қарызға ақша берсем, үнемі қайтармайды маған. Менікі де көп қайтарыла бермейді, әйтеуір, бірақ созып, бірақ қарызды көп берем. Өте көп берем деуге болады. Күтесіз бе сосын? Күтем, кейбіреуін ұмытып кетем. Бермей кететіндер енді в основном жақын жолдас жігіттер. Соларды көп қинай бермейміз, артынан ұмытып кетеміз, кейбір кезде беріп жатады артынан. Соңғы оқыған кітабыңызды айтыңызшы, сосын Көшпенділер трилогиясының авторы кім? Көшпенділерді Ілияс Есенберлин жазған. Соңғы кітап мен енді көбіне өзіме жақын, өзіме жүрегіме, соның үстіне жұмысыма керек осы жыраулық поэзияларды көп оқимын. Солардың ішінен сөздерімді іздеймін. Соңғы оқығанда махаббат қызық мол жылдар, сосын Абай жолын бұрын бір студент кезімде оқып едім, одан кейін тағы да оқып жүрмін, орта жағына келіп қалдым. Оның үстіне қазір жақсы болды, электрондық кітап дейміз ба, соткаға көшіріп алып, содан оқитын кездерім болады. Қайта елбасы болған біздің елбасы Нұрсұлтан Назарбаев сізді өз шақыртуына шақырса, не туралы әңгіме айтар едіңіз? Қиын сұрақ. Енді елбасымен ондай мені шақырып сұрағанның өзінде де енді ол кісі менен өнер жағдайын сұрайтын шығар. Өнерде де көп нәрселер бар енді. Жалпы біздің мысалы үшін жанайқайларын тыңдап отырсақ, опера театры бар, жасушылар жатағының шаңырағы бар. Мысалы үшін дәстүрлі әншілердің шаңырағын көп жерде іздейді. Бір жиналатын орын болса, дәстүрлі әншілер айналып бір өзінің концертін, өзінің тыңдарманын жинап отырса деген сияқты. Одан бер жағында эстрадалық әншілерде әрқайсысы әр жерде сахнада жүріп бара жатып амандасады барлығы. Жалпы олардың да шаңырақтары жоқ. Жалпы әншілердің бір одақтары болар ма еді. Мүмкін сол жағынан адам өзі білетін нәрсені айтқан, өзінің көріп жүрген нәрселерін айтқан дұрыс шығар. Өмірқұл, күйзелістен арылудың жолы бар ма? Депрессия менде әр адамдарда болады деп ойлаймын. Уайым, депрессия кішкене. Адам өзіне сенсе, өзі мықты болса, уақыт орнын алып келеді деп ойлаймын. Соны күту керек, шығатынына сену керек. Бізден бүгін бүгіп қалған сыр қалды ма?
берілген сұрақтардың барлығына мейлінше ашық жауап беруге тырыстым. Рахмет студиямызға келгеніңізге. Сіздерге де рахмет. Бір күнге кішкентай өмір сияқты қарау керек. Горький солай ойлап, ойын айтып та кетті. Өмір құлдың өміріне арнаған бағдарлама осымен тәмам. Өміріңіз мәнді де сәнді болсын. Сіздермен бірге болған мен, Мұхит Сапарбаев.